Бірінші топ бауыр, екінші топ өт, үшінші топ эмульгация осы. Тапсырмаларыңыз бойынша сіздерде бауыр, бауыр мен өтті. Бауыр жасушаларында өт өткізгіш көптеп жүреді. Өтке келетін болсақ, өт ол бауырдың секреті. Құрамында 98-97% су болады. Өтке түс беретін пигменттер және холестерин. Өт қышқылы бауыр жасушаларын синтездейді. Өттің рөлі. Жалпы өт көп қызмет атқарады. Эритиктерді ыдыраған кезде түзілген кислоттарды ағзадан шығарады. Бұл өтті басқа ас қорытудағы қосылатын ағзалардан ерекшелейді. Ал оның басты рөлі жалпы бұл ас қорытуға қосылу. Элементтерінің белсенділігін арттырады. Ол болмаса асқазаннан ұлтабарға түсетін қышқыл тамақ ботқасы бірден шөкіліп болмайды. Яғни өт ұлтабарға жеңілдері амилаза мен креатин жұмысын жеңілдету үшін CPU үдерісіне қатысады. Бірақ өткен ас қорытудағы рөлі осымен аяқталған жоқ. Ол май қышқылдарының демек майда ерігіш А, Д, Е, К дәрумендерінің сіңірілуі үшін қажет. Сонымен қатар өт ішектегі шіру үдерістерінің алдын алады. Бірдеңе тигізіп қарасам бола ма? Қалай жарайды ма? Мынандай адрессті фамилия атында ешқашан жазбадым десей. Жоқ, айтсам шанам бір дайын болған кезде бір фотоға түсіріп жоқ, жазба дейді. Бүгінгі таңда өт және ұйқы безінің қызметінің бұзылуы ауруларынан ауыратын науқастар көбеюде. Диеталық тағамдарды қолдану қажет. Және осы жағдайды ұйқы безімен байланыстырып, тұжырымыңызды жазыңыз. Келесі. Себебі өт асты ыдыратады, ал ферри ыдыстағы лас бактерияларды ыдыратып кетіреді. Су ыдыратуына байланысты өтпен ферри ұқсастырады. Ал бұл да бір жауап. Келесі. Өт болмаса адамды ас қорыту қиындап кетеді. Сол себепті жеңіл қорытылатын, яғни диеталық тағамдар ұсынылады. Жалпы ас қорытуға қатысу ол, ал егер сондықтан ас қорытуға қатысу және майды ыдырату, сондықтан да майды ыдырату болғандықтан дәрігерлер не істейді? Сондай диеталық тағамдарды ұсынады.